Ассалаумағалейкум қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маржан қыздарыңыз әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Шыға салысымен сіздерге мынау лайк жөнінде естеріңізге сала кеткім келеді. Әр сіздердің басқан лайктарыңыз 10 адамға көрінеді. Сөйтіп біздің ортамыз толады. Көп кісілер естіп біліп отырады. Және де менің арнама тіркеліп, осы бейне жазбаларымды тарқатып отырсаңыздар, көптен көп маған көмек болар еді. Ал рахмет. Тақырыпқа келетін болсақ, мынау тіл жөнінде тақырып. Өздеріңіз естіп жатсыздар, мынау Тоқаев неше мәрте Ресейге, мынау кімге, Путинге барып келіп, жәлбақ байланып, келесі жылы, 23 жылды орыс тілі жылы етпекші. Жаңағы өзіміздің тіліміз жетісіп тұрғанда, 30 жылдан бері босағадан төрге қарай өте алмай тұрған тілімізде шаруасы жоқ. Айдаладағы орыстың тілін бір зардап шегіп атқандай, бір сол тіл жаңағы көсегемізді көгертіп жатқандай, соның жылын атап өтпекші. Бір жыл бойында. Оған мен түбегейлі қарсымын. Сіздер де қарсысыздар деп ойлаймын. Соған қарсы болсаңыздар, аямастан осы желілерде жазыңыздар, жариялаңыздар. Өз аттарыңыздан қорқсаңыздар, міне жалған аккаунт ашып, соған қарсылықтарыңызды білдіріп, неше мәрте жазғыларыңыз кеше, сонша мәрте жазып, бұны әлемге, жұртқа естіртуіміз абзал. Сол бірігейік халқым, бір болайық, бәріміз бірігіп, бір ауыздан, мынау ОДКБ-дан шығатынымызды, Евразия одағынан шығатынымызды, Ресейді еш жағынан да қолдамайтынымызды, Ресейдің Украинаға ашқан соғысына түбегейлі қарсы екенімізді, кешегі біріккен ұлттар ұйымындағы Тоқаевтың Путинді жақтап шыққанын қазақ халқы қолдамайтынын бәр жерде насихаттайық, бәр жерде айтайық, ортамызды толтырайық. Мынау X күнін бәріміз бірге жақындатып, өз батырымызды алға шығарып, сол күні мынау Тоқаевтың ұры жүйесімен қосып, түп тамырымен жұлып алып тастап, бейбіт те демократиялы өмірімізге бет бұрайық. Алға қазақ елі.